Армысыздар ағайын, апта маңызды ақпараттық сараптамалық бағдарламасы эфирде. Алдымен әдеттегідей аңдатпа. Астанада мемлекет басшысының қатысуымен мәслихат депутаттарының 3-ші республикалық форумы өтті. Биыл Алматы облысында қанша шаршы метр тұрғын үй бой көтереді? Отбасының цифрлық картасы деген не? Балқаш аудандық тарихи өлкетану музейінде мемлекет қайраткері Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаевқа арналған экспозициялық зал ашылды. Қазақстанның халық артисі Нүкетай Мышбаева 90 жасқа толды. Астанада мемлекет басшысының қатысуымен мәслихат депутаттарының 3-ші республикалық форумы өтті. Мәслихаттардың ішкі тәртібін ретке келтіріп қайта қараған абзал. Олардың көптеген құзыреті әлі күнге дейін айқын емес. Бұл ахуал мемлекеттік басқару үдерісіне кедергі келтіріп отыр. Сондықтан өз міндетін орындамаған немесе этиканы бұзған мәслихат депутаттарының жауапкершілігін күшейтетін нақты шаралар қабылдау қажет. Мұндай қадам халықтың саяси мәдениетін дамытуға және өкілді билік институтына деген сенімін нығайтуға мүмкіндік береді, деді президент. Мемлекет басшысы мәслихат депутаттары алдында тағы қандай мәселелер көтерді? Тілшіміз толығырақ айтады. Биылдан бастап ауылдық округтер қосымша табыс көзіне ие болуы мүмкін. Атап айтқанда кең таралған пайдалы қазбалар өндірісіне, жерасты сулары мен емдік балшықтарды пайдалануға салынатын салық пен заңды тұлғаларға және жеке кәсіпкерлерге салынатын мүлік салығының бір бөлігі жергілікті өзін-өзі басқаруға берілуі мүмкін. Бұған жекелеген қызмет түрімен айналысуға арналған лицензиялық алымнан экологиялық айыппұлдардан түсетін қаражаттар да қосылмақ. Жергілікті биліктің әлеуетін және аймақтардың қаржылық дербестігін біртіндеп күшейтіп жатырмыз. Былтыр ауылдық округтердің бюджеті 442 миллиард теңгеден асты. Бұл қаражаттың 1/3 елді мекендердің өз табысы, оның үстіне еліміздегі ауылдық округтердің орташа бюджеті 190 миллион теңгеге жетті. Бұл жақсы көрсеткіш. Экономикалық өсім өңірлердің дамуына да әсер етуде. Тек өткен жылдың өзінде бүкіл ел бойынша жалпы құны 1,5 триллион теңгеден асатын 190 жаңа өндіріс орны ашылды. Бұл 22 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Биыл тағы 200-ге жуық кәсіпорынды іске қосу жоспарланып отыр. Шетелден тартылған таза инвестиция көлемі бойынша Қазақстан орталық Азияда көш бастап тұр, яғни 150 миллиард доллардан астам қаражат тартылды. Бұл орталық Азиядағы тікелей шетел инвестициясының 69% деген сөз. Еліміздің алтын валюта қоры 74 миллиард долларға, ал жалпы жинақталған қор 139 миллиард долларға жетті. Бір сөзбен, ұлттық экономикамыз жалпы тұрақты түрде өсіп келеді. Бюджеттік комиссияның құрамы білімді, беделді мәслихат депутаттарын қосуы керек. Осылай деген мемлекет басшысы қыруар қаржыны оңды солды шашып, пайдасы жоқ бастамаларға жұмсауды доғару қажеттігін баса айтты. Сондай-ақ жауапкершілікті арттырып, әкімдіктермен бірлескен жұмысты күшейтуге тапсырма беріп, барлық деңгейдегі билік өкілдерін жұртпен ашық әрі түсінікті әңгіме сұхбат орнатуға шақырды. Бұрын мәслихатты хатшылар басқарған, қазір төрағалар басқарады. Бірақ сол төрағалардың қайта сайлану мерзімі 2 реттен аспау керек екені. Бұрын енді әкімдер солай сайланып келеді. Сондықтан мынау әкімдер менен мәслихаттардың тығыз байланыста мынау елдің тағдырын шешуге атсалысуы, қоян қолтық жұмыс жасауы сөз болды. Қазақстанның көк паспортымен әлемнің 80 елін визасы және жеңілдетілген түрде саяхаттауына мүмкіндік бар. Форумда мемлекет басшысы бұл құжаттың да маңызына айрықша тоқталып, халықаралық сенімнің жоғары екенін айтты. Форумның басты мақсаты мәслихаттың жұмысын күшейту, кірістерді әділ бөлу және бюджетті нақты нәтижелер бойынша бағалау. Жаңа жұмыс орындарының ашылуы, инвестициялар тарту және экономиканың өсуі. Президенттің айтуынша, дәл осындай бағыттар өңірлердің тиімді дамуының негізі болуы тиіс. Шұғла Баймұхан, Ерлан Абжанов, апта маңызды. Үстіміздегі аптада парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов бастаған Қазақстан делегациясы Парижде өткен ядролық энергетика жөніндегі 2-ші халықаралық саммит жұмысына қатысты.
Форумға 50 елдің халықаралық ұйымдары мен қаржы институттарының өкілдері қатысты. Жиында сөз сөйлеген мәжіліс спикері Франция елінің басшысына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізіп, Қазақстан ядролық қауіпсіздік қағидаттарын берік ұстанатынын атап өтті. Қазақстан энергетикалық дамудың жаңа белесіне атом энергетикасы дәуіріне қадам басып отыр. Біз атом энергетикасын стратегиялық тұрғыда сенімді әрі қолжетімді энергия көзі ретінде қарастырамыз. 2024 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда АЭС салу мәселесін жалпы халықтық референдумға шығарды. Референдум нәтижелері бүгінгі таңда бізге заманауи, орнықты әрі тараптандырылған энергетикалық жүйені дамытуға жол ашып отыр. Атом электр станциясын салу жобасын іске асыру халықаралық консорциум құруды көздейді. Қазіргі уақытта табиғи, геологиялық, сейсмикалық, гидрологиялық және техногендік факторларға баға беріле отырып, кешенді инженерлік зерттеулер жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов. Естеріңізге сала кетейін, ядролық энергетика жөніндегі алғашқы саммит 2024 жылы Брюссель қаласында өткен. Онда саммитке қатысқан елдер ядролық энергетиканың жаһандық, климаттық және энергетикалық мәселелерді шешу жолдарын талқылаған еді. Осы аптадағы үкімет отырысының күн тәртібіне еліміздегі тұрғын үй мәселесі де енгізілді. Премьер-министр Олжас Бектенов баспана құрылысының қарқынын арттырып, тұрғындарды қолжетімді үймен қамту бағытындағы жұмысты күшейтуді тапсырды. Үкімет басшысы өңірлерде тұрғын үй салу көлемін ұлғайту, инженерлік инфрақұрылымды алдын ала дайындау және кезекте тұрған азаматтарды баспанамен қамту тетіктерін жетілдіру қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар құрылыс сапасын қатаң бақылау, әлеуметтік осал топтарға арналған тұрғын үйлердің үлесін арттыру және ипотекалық бағдарламалардың тиімділігін көтеру мәселесіне ерекше назар аударды. Премьер-министрдің айтуынша тұрғын үй халықтың әлеуметтік әл-ауқатын айқындайтын негізгі факторлардың бірі. Сондықтан үкімет пен жергілікті атқарушы билік бұл бағыттағы жұмысты жүйелі түрде жалғастырып, әрбір қазақстандық үшін қолжетімді баспана мәселесін кезең-кезеңмен шешу қажет. Бұл тұрғыда Алматы облысында атқарылып жатқан игі істер айтарлықтай. Мәселен, өткен жылы ғана облысымызда шамамен 950 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй пайдалануға берілді. Ал биылғы жылғы меже қандай? Құрылыс саласындағы жаңалықтарды тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы айтсын. Жайлы баспана, жылы жанұя, бақытты отбасы. Бұл әркімнің ақ-арманы. Десе де облыс аумағында үйсіз-күйсіз жүрген азаматтар саны аз емес. Тұрғын үй кезегінде тұрғандар әр ауданда неше мыңдап саналады. Ал ел халқын баспанамен толық қамтып, өмір сапасын арттыру президент ұсынған бүгінгі саясаттың басты бағыттарының бірі. Халықтың басым көпшілігі үшін тұрғын үй ең өзекті мәселе. Маған азаматтардан күн сайын жүздеген өтініш келеді. Оның ішінде қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету сұраған хат өте көп. Бұл түйткіл мемлекет тарапынан мүмкіндігінше шешіліп жатыр. Тағы да қайталап айтамын, мемлекет шын мұқтаж адамдарға ғана жәрдем береді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Өкімет қолға алған бұл тапсырма қазір қарқынды түрде жүзеге асып келеді. Өткен аптада Жамбыл ауданындағы әлеуметтік осал топтағы 16 отбасы қоныстой қуанышына кенеліп, жаңа баспананың иесі атанды. Пәтерден пәтерге көшу мехнатын өткен шақтың еншісіне қалдырған үй иелерінің қуанышында шек болмады. Соның бірі 6 баланың анасы Ғалия Баймолдаева. Енді бұрын өзіміз пәтерде тұрдық. Көп балалымен енді пәтерде тұру әрине қиын, өйткені көп жерде ала бермейді. Пәтер ақысы да енді біраз болды, енді қымбаттау болды. Сондықтан енді өз үйіміз болып қуанышты болып тұрмыз. Алдағы уақытта біз осы жыл бойы 270-тен астам пәтердің кілтін осындай дәл пәтер иелеріне беруге мүмкіндік туындап жатыр. Себебі қайталап айтамын, әлеуметтік осал топтағы азаматтарды мемлекеттің басты саясаты қолдау әрине, оның ішінде осы тұрғын үймен қамтамасыз ету. Оған толық мүмкіндігіміз бар. Бүгін өңірде көп қабатты үйлер көптеп бой көтеріп келеді. Бұл баспаналарға әлеуметтік осал топтағылардан бөлек кез келген азаматтың өтінім беруге құқы бар. Сондай-ақ бұл баспаналарды аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліммен келісім шартқа отырып, жекешелендіруге де мүмкіндік қарастырылған. Бүгінде енді 62 үй бердік, 22 үй дайын тұр, оның тізімін отбасы банктен күтіп отырмыз.
қосымша тағы 272 үйді қабылдап алып жатырмыз. Және ипотекалық бізде бағасы 160 мың теңгеден, мысалы квадраты 78 квадрат, енді максимально 12 миллион болатын тұрғын үй 480 пәтерді дайындап жатырмыз. Тағы да атап өтетін біздің бөлімде бастапқы жарна үшін ипотека қатысатын болса, тұрғын үй сертификаттары бар. Ипотекалық бағдарламаға қатысады, егер де бастапқы жарнасына қаржысы болмаса, біз бөлім тарапынан төлеп беріледі. Құрылыс қарқынды жүріп жатса да облыстағы жүктеме әлі де бар. Айта кетсек, Жамбыл ауданында 6000-нан астам азамат үй кезегінде тұрса, оның 3800-і әлеуметтік осал топқа жатады. Ал Талғар ауданында 10.000-нан аса отбасы кезек күтсе, оның 8000-ға жуығы әлеуметтік осал топтағылар. Президент әсіресе жастар мен мұқтаж жандарға баспананың қолжетімді болуы тиіс екенін қайталап айтып келеді. Осы тапсырмаға сай, өткен аптада тағы Талғар ауданында 55 пәтер өз иесін тапты. Мемлекеттік бағдарламамен салынған бұл үйлер Панфилов ауылдық округінде орналасқан. Өте қуаныштымыз. Бұл пәтерді біраз күттік. Өзім ерекше баланың анасымын, әрі жалғыз басты анамын. 3 балам бар. Ерекше балам қазір 14 жаста. Енді қоныстой жасап, анама осы үйді көрсеткім келеді. Армандар орындалатынын бәріне жеткізгім келеді. Бұдан бөлек ауданда Бесағаш, Панфилов, Тұзды Бастаусында ауылдық аймақтарда көп қабатты үйлер бой көтеріп жатыр. Баспанамен қамту жобасы басты назарымызда дейді аудан атқамінерлері. Мемлекет бюджетінен бөлінген біздегі Талғар қаласында 72 пәтерлі 9 қабатты 3 үй осы жылға беріп жатырмыз. Олар арендный үй болып отбасы банкаға беріледі. Одан бөлек 9 қабатты үйіміз бар, 72 пәтерлік. Олар осы жылы жұмысын жалғастырады. Ал жеке меншікте соғылып отқан бізде 100-ге жуық деп айтсам болады. Іргелі Іле ауданына келсек, 2025 жылы 269 отбасы баспаналы болды. Мұнда қоныстанушылар коммуналдық шығындар мен үйдің жалдау ақысын төлеп тұра береді. Бұдан бөлек, бір ай бұрын үй кезегінде тұрған 144 азамат отбасы банкінің несиелік бағдарламасы арқылы баспаналы болды. Бұл үрдіс мамыр айында тағы жалғасын таппақ. 72 пәтерлі тұрғын үй мамыр айына дейін қолданысқа беруге жоспарлап отырмыз. Қолданысқа бергеннен кейін отбасы банкқа әкімшілікпен тапсырылатын болады. Алматы облысының тұрғындары қатысады. Биыл ақпан айында 272 пәтерлі 144 пәтердің конкурсы аяқталып, халыққа берілген болатын. Жалпы Алматы облысы бойынша өткен жылы әлеуметтік осал топтағы 1700 азамат үйлі болды. Бұл бастама биылда қарқын ала түспек. 26 жылға жоспарымыз қазіргі таңда 246-ны сатып аламыз деп жоспарлап қойдық, және 2000 жаңағы пәтерге өтінім беріп қойдық. Мемлекеттен қаражат бөлу бойынша. Тағы да 1000 пәтер жаңағы құрылыстар жүргізіп жатыр. Ол көп қабатты үйлер, тұрғын үйлер бізде. Сонымен қатар биылғы жылы Қонаев қаласынан 7 тұрғын үйдің құрылысын жүргізу үшін қаражат бөлінді. Қарастырылды. Қазіргі таңда конкурстық процедуралардан кейін құрылыс монтаждау жұмыстарын бастайтын боламыз. Бұған қоса 10 наурызда отбасы банкі наурыз ипотекасына өтінім қабылдауды ресми түрде бастайды. Мұнда ипотекалық несие құны халықтың әлеуметтік осал топтары үшін небәрі 7%, ал қалғандары үшін 9% болмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, Алмас Әбдешев, арнайы аптамаңызда. Тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Елімізде тұрғын үйге қол жетімділікті арттыру мақсатында жаңа ипотекалық бағдарламаларда жүзеге асырылуда. Солардың бірі отбасы банкінің наурыз ипотекалық бағдарламасы. Банк 10 наурыздан бастап бағдарламаға қатысушылардан өтінім қабылдай бастады. Бұл бағдарлама үміткерлерге алғашқы баспанасын жеңілдетілген шартпен алуға мүмкіндік береді. Аталмыш ипотеканың жеңілдігі қандай? Және басқа да сауалдар төңірегінде біз отбасы банкі акционерлік қоғамы Алматы облыстық филиалы директорының орынбасары Анар Естияр ханыммен сұхбаттасқан едік. Назар аударыңыздар. Анар Серікқызы, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз біздің студиямызға. Рахмет, шақырғаныңызға рахмет. Мына 10 наурыздан бастап отбасы банкі мынау наурыз деген ипотекалық бағдарламаны жүзеге асырғалы өтінім қабылдап жатыр. Осыған түсініктеме беріңізші?
10 наурыздан бастап Отбасы банкінің Отбасы банктағы баспана маркет порталына кіру арқылы осы наурыз бағдарламасына өтінім беруге болады. Бұл 31 наурызға дейін жалғасады. Қазір асығып оны жылдамдатып тапсырайын деген шарт жоқ. 31-не дейін барлық азаматтар үлгереді. Наурыз бағдарламасына өтінім беру үшін ең басты бір 2 шарты бар. Осыны атап өтейін. Біріншіден, біздің Отбасы банкінде депозиті болу керек. Оның ішінде кем дегенде 2 миллион теңгесі болу керек. Және де атында 5 жыл аралығында үй тіркелмеуі тиіс. Сол кезде ғана азамат осы бағдарламаға қатыса алады. Бағдарламаның шарттары өте керемет. Біріншіден, бұл жаңағы первоначальный взнос дейміз. Алғашқы жарнасы 10% бен 20% құрайды. Мысалы, Алматы, Астана қалаларында максималды суммасы 36 миллионды құраса, басқа облыстық мекендерде 30 миллионды құрайды. Біздің Алматы облысы бойынша Қонаев қаласында тек алғашқы нарықтан үй ала алады. Ал басқа ауылдық мекендерден екінші нарықтан да, алғашқы нарықтан да үй алатын мүмкіндіктері бар осы бағдарламаға қатысатын азаматтардың. Сонымен айтып кететін тағы бір жай, егер ол азамат алғашқы нарықтан алатын болса, таза әруленген үй болатын болса, алғашқы жарнасы 10%-ді құрайды, ал екінші нарықтан және черновой вариант дейміз ғой, қара әруленген үй болатын болса, алғашқы жарнасы 20%-ді құрайтын болады. Бұл бағдарламаға кез келген осы жаңағы алдында атап өткен атында үй тіркелмеген азаматтардың барлығы қатыса алады. Сондықтан 31 наурызға дейін біздің азаматтардың барлығының мүмкіндіктері бар. Осы аптада үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов жалпы осы отбасы ипотекалық тұрғын үйлерді жақсарту мақсатында Отбасы банкіне жеңілдетілген ипотека беру үшін 70 мың салымшыға деп 1,6 триллион теңге қаржы бөліп отыр. Осыған түсініктеме бересіз ба? Біздің Отбасы банктың енді ең басты шарты біз тек несие берумен айналысамыз. Жеңілдетілген несие береміз. Сондықтан қазіргі таңда енді бүгінде 3 миллион 600 мың азамат біздің Отбасы банкіне депозиті ашып, болашақта үй алуға қаражат жинауда. Бұл азаматтар 3,5% бен 8,5% бен несие ала алады. Қазіргі біздің нарықтық енді басқа банктардың, екінші деңгейлі банктардың салыстыра келетін болсақ, бұндай процентпен ешкім несие бермейді. Сонымен қатар, жаңағы мен айтып өткен наурыз бағдарламасының өзінде 7% бұл сусын дейміз ғой, үй кезегінде тұрған азаматтар 7% бен алса, ал жай қарапайым азаматтар 9% бен несие алатын мүмкіндіктері бар. Осымен қатар, Отбасы банк біздің барлық әкімшіліктермен тығыз жұмыс дейміз. Мемлекет тарапынан жыл сайын қаражат бөлініп отырады. Әкімшілік тарапынан жыл сайын үйлер салынып жатады. Осы үйлерді несиеге беру арқылы біз азаматтарды үймен қамтамасыз етеміз. Бұл жердегі пайыздық мөлшерлемесі 2%-ды құрайды және 5% құрайды. Сондықтан мемлекет тарапынан жаңағы аталып өткен қаражаттарды жүзеге асыру осы жеңілдетіп көрсетілген бағдарламалар арқылы іске асады деп ойлаймын. Анар Серікқызы, айтыңызшы, осы жалпы біздің Алматы облысында осы қазіргі ипотекалық программа бағдарламаға сәйкес сұраныстар қалай жүргізілуде? Енді атап айтқанда, мемлекет масштабында алатын болсақ, әрине наурыз бағдарламасы қазір барлығының аузында десек болады. Ал Алматы облысы бойынша бізде 2022 жыл, 2024 жыл аралықтарында Алатау жастары бағдарламасы болды. Бұл бағдарламаның басты шарты 35 жасқа дейінгі азаматтар қатыса алатын, банк өз тарапынан, әкімшілік өз тарапынан қаражаттар бөліп отырды. Енді осы бағдарламаға бір нақты өзгеріс енгізілді 2025 жылдан бастап. Бұл жастық деңгейіне қарамаймыз. 35 жасқа дейінгі деген сөз алынып, енді 55 жасқа дейінгі кез келген азамат, Алматы облысында жұмыс істеп тұратын азамат осы бағдарламаға қатыса алады.
Бұл жерде алғашқы жарнасы 10%-ды құрайды, несиені 5%-бен рәсімдей алады. Әрине банк өз тарапынан өткен азаматтың жаңағы тарихына қарайды, кредитный история дейміз, төлем қабілетіне қараймыз. Сол арқылы азаматтар Алматы облысында үймен қамтамасыз етілуде. Қазіргі таңда әкімшілік тарапынан, банктың тарапынан 3 миллиард 775 миллион бөлінген Алатау бағдарламасына, 125-тен астам азаматтарды үймен қамтамасыз етеміз деп жоспарланған болатын, максималды суммасы 30 миллион. Қазіргі таңда осы аталып өткен сумманың 80% игерілді, 100-ден аса азамат үймен қамтамасыз етілді, бірақ Отбасы банк әлі де өз тарапында осы істі жүзеге асыруда. Анар Серікқызы, сіздердің мына Отбасы банкі акционерлік қоғамы төрағасы, басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова ханым айтқан еді. Осы әйелдерге арналған Ұмай деген арнайы ипотека бар. Ол үстіміздегі жылдың осы маусым, шілде айларында жүзеге асуы мүмкін деп. Осыған тоқтала кетсеңіз. Ұмай бағдарламасы әйелдерге арналған бағдарлама. Көптеген әйел адамдар менің өзіме де хабарласып сұрауда, қашан басталады, шарттары қандай болады екен деп. Бұл жерде атап өтетін жай, бағдарлама бұл банктың өзінің қаражатымен іске қосылатын, немесе мемлекеттің тарапынан бөлінетін қаражатпен іске қосылған бағдарлама емес. Бұл жерде Азия даму банкінің қаражатымен, финансированиясымен жүретін бағдарлама, қаржыландырумен жүретін бағдарлама. Сондықтан биыл бұл бағдарламаның шарттары қандай болатынын мен нақты сізге айта алмаймын, өйткені әлі келісім шартқа қол қойылған жоқ. Бұл енді сол жаңа қаржыландыратын мекемелер арқылы қол қойылғаннан кейін ғана белгілі болды. Әрине. Өйткені қол қойылған кезде сол жерде барлық шарттары келісілетін болады. Алдағы банктың жоспары қандай? Енді жаңағы мен атап өткендей, мысалы біз мемлекет жүйесінде айтпайын, біздің Алматы облысы бойынша айтып кетейін. Алматы облысы бойынша қазір бізде көптеген аудандық мекендерде әкімшіліктермен келісім шартқа отырып жатырмыз. Осы үй кезегінде тұрған азаматтарды үймен қамтамасыз ету мақсаты, жаңа концепция деген бар, мен айтып өткен 2-де 5%-бен беретін бағдарламалар, сонымен қатар арендное жилье деген бар бізде, жалдамалы үйлер. Жалдамалы пәтерлер. Әкімшіліктер тарапынан 699 үй бізге берілді. Соның 400-ден аса біз жаңағы арендное жилье бойынша тапсырдық. Азаматтар қазір келісім шартқа қол қоюда. Бұдан басқа 252 пәтер бұл несие бойынша берілген үйлер бар. 50 адам несие рәсімдеп үлгерді. Кеше жұма күні біз мысалы осы бағдарлама бойынша Іле ауданында кілтті беру, осы бағдарлама бойынша өткен азаматтарға кілт беру рәсімі өтті. Әрине үй алып жатып, балаларын құшақтап, риза болып жатқан азаматтарды көру біз үшін Отбасы банктың қызметкерлері үшін де өте мәртебе, қуаныш. Анар Серікқызы, сізге көп рахмет. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің студиямызда болған Отбасы банкі акционерлік қоғамы Алматы облыстық филиалы төрағасының орынбасары Анар Серікқызы. Рахмет. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Осы аптада облыс әкімдігінде кадрлық тағайындау болды. Алматы облысы әкімінің өкімімен Алматы облысы ішкі саясат басқармасы басшысының лауазымына Төлеген Жолмырзаұлы Кенжебеков тағайындалды. Төлеген Кенжебеков 1986 жыл туған, білімі жоғары. Жетісу мемлекеттік университеті қазақ тілі мен әдебиеті құқық экономика академиясының заңгер мамандығы бойынша бітірген. Жетісу мемлекеттік университетінде мемлекеттік және өзін-өзі басқару мамандығы бойынша магистр дәрежесін алған. Еңбек жолын Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің жастар жөніндегі маманы болып бастаған. Әр жылдары Алматы облысының ішкі саясат,
табиғат ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармаларының бас маманы, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінде бөлім консультанты, бас маман, облыс әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі, Қонаев қаласы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды. Елімізде отбасылық цифрлық картасы жұмыс істейді. Бұл карта арқылы бірыңғай ақпараттық базадан кез келген отбасының әлеуметтік жағдайын көре аласыз. Онда отбасы мүшелерінің табыс деңгейі, жұмыспен қамтылуы және де басқа әлеуметтік маңызды мәліметтері енгізілген. Мамандардың айтуынша, отбасылық цифрлық жүйесі әлеуметтік көмекті автоматты түрде есептеп, әділ әрі тиімді қамтамасыз етеді. Яғни бұл кез келген отбасы үшін мемлекеттік қызметтерді қол жетімді етуге арналған электронды база. Қазір отбасының цифрлық картасында еліміздің қанша отбасы туралы деректері бар. Оған жауапты тілшіміз Аружан Мұратқызы репортажынан іздейік. Елімізде әлеуметтік көмек көрсету жүйесі біртіндеп цифрландырылып келеді. Мәселен, 2023 жылдан бастап отбасының цифрлық картасы толыққанды іске қосылды. Оның мақсаты қазақстандықтардың мемлекеттік қолдау жүйесіне тең қолжетімділігін қамтамасыз ету. Ол әл-ауқаттың әртүрлі салаларындағы отбасылардың осалдықтары мен тәуекелдерін анықтауға және өмірлік қиын жағдайдың деңгейін проактивті форматта, яғни қиын жағдайда жүрген адамдардың өтінішінсіз анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда отбасының цифрлық картасы отбасының әлеуметтік мәртебесін көрсететін бірыңғай электронды жүйе. Жүйе отбасының әл-ауқатын, табысын, тұрғын үй жағдайын, денсаулық, білім көрсеткіштері бойынша бағалап, негізгі 5 санатқа бөледі. Яғни бізде 5 санат: А жақсы, Б қанағаттандырарлық, С төмен, Д дағдарыс және Е мүшкіл деңгей. Оның ішінде Д мен Е санатында отбасылардың әл-ауқатын жақсарту бойынша мәселелерді шешу үшін ақпараттық тетік болып табылады. Сонымен қатар осы деректер негізінде халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша әкімдердің жұмысы да бағаланады. Қазір отбасының цифрлық картасы жүйесінің деректері негізінде азаматтар 12 түрлі жәрдемақы мен әлеуметтік төлемді рәсімдей алады. Жүйе мемлекеттік органдардың ақпараттық базаларын біріктіру арқылы халыққа тиесілі әлеуметтік қолдауды автоматты түрде анықтап, тиісті мәліметтерді ұсынады. Сонымен қатар бұл жүйе арқылы азаматтарға зейнетақы төлемдерін алу мүмкіндігі туралы, қандас мәртебесін беру немесе оны ұзарту мерзімі жайлы. Сондай-ақ жұмыссыз азаматтарға арналған жұмыспен қамту шаралары жөнінде автоматты хабарламалар жіберіледі. Мұндай ескертулер азаматтарға өз құқықтарын дер кезінде пайдаланып, мемлекет ұсынатын қолдаудан тыс қалмауға мүмкіндік береді. Мемлекеттік қолдау алуға құқық анықталған кезде әлеуетті алушыға 1414 бірыңғай байланыс орталығынан SMS хабарлама келеді. Азамат хабарламаға келісімін білдіргеннен кейін жәрдемақы немесе төлем автоматты түрде рәсімделіп, қаражат оның банк шотына аударылатын болады. Егер отбасының цифрлық картасындағы мәліметтер нақты отбасының деректерімен сәйкес келмеген жағдайда, бұл мәселе тиісті тәртіппен қарастырылады. Мұндайда басқарма тарапынан аудандық және қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдерінен қосымша ақпараттар жиналып, жағдай жан-жақты зерделенеді. Жинақталған мәліметтер негізінде туындаған мәселелер мен ұсыныстар жүйеленіп, оларды жетілдіру мақсатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне ресми түрде жолданады. Қазіргі уақытта осы отбасының цифрлық картасында жүйеде тіркелген облыс бойынша 497.755 отбасы бар, немесе 1.735.602 адамды құрайды. Оның ішінде жаңағы біздің тікелей жұмыс жасайтын 2 санат Д және Е санаттары бойынша 141.426 отбасы тіркелген. Айтып өткеніміздей, тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту өлшем шарты бойынша әкімдердің жұмысын бағалау үшін KPI белгіленген, яғни рейтинг белгіленген. Бұл 2024 жылдан бастап қолданысқа енгізілді. 25 жылда Д және Е санатында отбасылар санын 7%-ға азайту көзделген. 25 жылы
Д Е және санатындағы отбасылар 140 мың адамға отбасына дейін төмендетілді. 2026 жылға арналған жоспарға сәйкес аталған санаттағы отбасылар санын одан әрі азайтып, 129.549 отбасыға дейін төмендету көзделіп отыр. Мамандардың айтуынша бұл мақсатқа жету үшін жұмыспен қамту шаралары күшейтіліп, әлеуметтік қолдау тетіктері мен мемлекеттік бағдарламалар жүйелі түрде жалғасын табады. Аружан Мұратқызы, Абылай Құттықбай, арнайы аптамаңызды үшін. Белгілі мемлекет қайраткері Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаев республиканың экономикасы, ғылымы мен мәдениетін дамытуға зор үлес қосқан тұлға. Қонаев басшылығы тұсында республикамызда ірі өнеркәсіп кәсіпорындары салынып, жаңа қалалар мен өндірістік аймақтар пайда болды. Сонымен қатар білім мен ғылым саласы дамыды. Көптеген жоғары оқу орындары бой көтерді, ғылыми мекемелер ашылды. Елге деген адалдығы үшін халық арасында үлкен құрметке ие болған қайраткердің есімі бүгінде ел тарихындағы ірі тұлғалардың қатарында. Таяуда Балқаш ауданының орталығы Бақанас ауылындағы тарихи өлкетану музейінде Қонаевқа арналған экспозициялық зал ашылды. Оның ашылуына Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысты. Балқаш аудандағы музей ісінің тарихы Өксікбай Исабайұлы есімімен тығыз байланысты. Зейнетке шыққан сәтінен бастап осы өлкенің әр тасын түртіп, құнды жәдігерлерді тірнектеп жинаған. Тіпті табылған дүниелердің бірін өз үйінде сақтап, енді бірін мектептерге аманаттаған екен. Бүгін бой көтерген еңселі ғимарат сол Өксікбай ақсақал ұрпақтарының аталар аманатына адалдығы. Меценат Айгерім Исабаева мен Дархан Кәкетай аталарының өсиетін орындап, ауданға заманауи музей сыйлады. Салтанатты шараға Алматы облысы әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысты. Музей өскелең ұрпақты отан сүйгіштілікке тәрбиелейтін, тарихтан тағылым алуға үндейтін рухани орта. Болашақта бұл шаңырақ жас ұрпақтың танымын кеңейтетін, ғылымдар мен зерттеушілерге, туристерге қызмет ететін маңызды мәдени орталыққа айналады деп сенемін. Жаңа музейдің жалпы аумағы 400 шаршы метр. Мұнда 4 экспозициялық бөлме бар. Атап айтар болсақ, өлкенің бай флорасы мен фаунасы, тұлғалар залы, қазақы құндылықтарды паш ететін этнозал және ұлт мақтанышы Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаевқа бір залды арнаған. Қонаев атамыздың өзінің жеке ұстаған бұйымдары, тері сіңген киімдері дегендей сондай жәдігерлермен толықтыруда. Әлде болса да енді осыны ары қарай толықтырып, зерттеп, зерделеп, жеріміздің, еліміздің тарихын жұртшылыққа паш етеміз деген ниеттеміз. Музей шежіресіне үңілсек, Өксікбай ақсақал бастаған игі іс 2003 жылы мемлекет қолдауына ие болған. Ол кезде бұрынғы дәріхана ғимараты жөндеуден өтіп, жәдігерлер сонда орналастырылыпты. Алайда тар әрі суық ғимарат ауданның бай мұрасын толық сыйдыруға қауқарсыз болды. Осы ескі нысанда ширек ғасырдан астам басшылық еткен Зәуреш апай әр жәдігердің артында үлкен қажыр қайрат жатқанын айтады. Тарихты түгендеу жолындағы мақсатты жұмыс өз жемісін берді дейді ол. Музей құрылған кезде аралап жинадық. Әрбір есікті қағып, жаңағы суреттер жинақтадық. Ол жай ғана әлгі бір жеке тұлғаға қатысты емес, тарихқа қатысты суреттер болды. Экспонаттарды ол кісі жинапты, ол кісі жинақтап енді онда, бірақ ол толық біздің қолымызға түскен жоқ. Бар дүниені біз жинақтап алдық. Енді ұрпақтарынан сақталған жаңағы мектепке берген ғой, ол кезде мектепшілік деген не болған, сонда мектептен алдық жаңа дүниелерді. Қазір музей қорында 2000-ға жуық құнды жәдігер бар. Онда өлкеде мекендейтін аң құстардың тұлыптарынан бастап көне қалашықтардан табылған күміс тиындарға дейін кездеседі. Сондай-ақ экспозициядан өңірде 1930 жылдары орын алған тарихи көтерілістер мен қилы кезеңдер жайында да бай мағлұматтарды табуға болады. Көптеген жәдігерлердің арасында 15 ғасырға тиесілі мына қыш құмыралар, қылыштың сабы, одан кейін жебелер, сондай-ақ бұл музейдегі ең құнды жәдігердің бірі мына қасиетті Құрани кәрім кітабы. 1713 жылы Сауд Арабиясының Шухрат баспаханасында басып шығарылған, кейін 1890 жылы жергілікті Манап жәрмеңке бай Ташкентте өткен үлкен жәрмеңкеде бұл кітапты 100 қараға, алтын сапты қамшыға бағалап, бері қарай ауданға алып келген екен. Одан кейін сол жәрмеңке Манаптың ұрпақтары осы музейге тапсырған.
Жаңа нысанның ашылу салтанатына өңірдің зиялы қауым өкілдері мен ауыл тұрғындары көптеп жиналды. Келген қонақтар әр экспозицияны аралап, музейдің мазмұнына жоғары баға берді. Әсіресе мұндағы технологиялық шешімдер көпшіліктің таңданысын тудырды. Мәселен, тұлғалар залында заманауи жасанды интеллект мүмкіндіктері пайдаланылған. Тарихи суреттер жан біткендей әсер қалдырып, кейіпкерлердің бет әлпетінің қозғалуымен жымиып тұруы келушілерді өткен шақпен тілдестіргендей болады. Бұл цифрлы шешімдер көне тарих пен заманауи трендтің сәтті ұштасуына айналды. Негізі өзім музейге, осындай тарихи жерлерге келген ұнатам. Бірақ та осы Бақаныста ашылған музейге бірінші рет келіп тұрмын. Бұл музейде көптеген жаңағы тарихи мұралар бар. Мысалы, ата өтсек, Жамбыл Жабаев атамыздың домбырасы. Негізі Жамбыл Жабаев мен үшін осы Қазақстан тарихындағы киелі тұлғалардың бірі. Ол кісі жайлы көптеген киноларды көргем, көптеген кітаптарды оқығам. Жамбыл Жабаев атамыздың өз қолымен ұстаған домбырасын шын өмірде көру маған ерекше әсер қалдырды. Осы күні Алматы облысында 16 музей жұмыс істеп тұр. Олардың қатарында тарихи өлкетану бағытындағы және белгілі тұлғаларға арналған мемориалдық кешендер бар. Ресми дерекке сүйенсек, бұл жерлерге жыл сайын мыңдаған турист ат басын бұрады. Музей бұл жай ғана ғимарат емес, ол ел тарихы мен тұлғалар тағдырын паш ететін киелі орын. Жалпы музейлерде 16 мыңнан астам экспонат бар біздің Алматы облысы музейлерін. Кейбір экспонаттарды оцифровка жасап, электрондық нұсқасында ұсынады. Негізгі бізде осы жылдың план жоспарында облыстық тарих өлкетану музейінің салынуы тұр. Осы Қонаев қаласында. Одан кейінгі Ұйғыр ауданында, Талғар ауданында, мысалы өлкетану музейі жоқ, Іле ауданында өлкетану музейі жоқ. Осындай жоспарлар бар. Музейдің адам өміріндегі әсіресе тұлғаның қалыптасуындағы пайдасы ұшан теңіз. Ол эстетикалық ләззат сыйлап қана қоймай, ұлттық кодты сақтауға, патриоттық сезімді оятуға көмектеседі. Бүгінгі қоғам музейге баруды мәдени әдетке айналдыра алды ма? Дастан Маратұлы, Бекжан Кенжебай, Зәуре Сағындықова, арнайы аптамаңызды үшін. Наурыз мерекесіне орай ірі сауда науқаны басталды. Наурыздың 13 мен 20 күндер аралығында еліміз бойынша Наурыз сел акциясы өтеді. Акцияның негізгі мақсаты мереке қарсаңында халыққа әртүрлі тауарды жеңілдетілген бағамен ұсыну. Акция елдің әр өңіріндегі ірі сауда орындарында ұйымдастырылады. Бұл бастама халықтың сатып алу мүмкіндігін арттырып, сауда саласының белсенділігін күшейтпек. Акциялық тауарлар сауда залдарында арнайы мерекелік навигация және наурыз фирмалық безендіру арқылы белгіленеді. Атап айтқанда тақырыптық баға белгілері, брендтелген көрсеткіштер, баннерлер және басқа да пост материалдар орналастырылып, сатып алушыларға ассортиментте оңай бағдарланып, жеңілдікпен ұсынылған тауарларды жылдам табуға мүмкіндік береді. Акцияға ішкі сауда саласының шамамен 300 субъектісі қатысады. Олардың қатарында 140 сауда үйі мен сауда ойын-сауық орталығы, 140 сауда желісі және 20 электрондық сауда субъектісі бар. Қатысушылар қатарында елдің ірі сауда желілері Magnum, Small, Галмарт, Тоймарт және басқалары. Сондай-ақ ірі сауда үйлері мен сауда ойын-сауық орталықтары бар. Театр іргетасын қалаған ұлылардың ұлағатын көріп, солардың тәлімін бойына сіңіріп өскен буын өкілдерінің бірі Нүкетай апа. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының актрисасы, Қазақстанның халық әртісі Нүкетай Мышбаева 90 жасқа толды. 90 жас бір адамның ғұмыры ғана емес, тұтас бір дәуірдің куәсі. Театр сахнасында талай күрделі образдарды сомдаған Нүкетай апа қазақ кино өнерінің дамуына да ерекше үлес қосқан саңылақ. Актрисаның дубляж саласындағы еңбегі де өз алдына бір төбе. Нүкетай апаның үні талай шет елдік фильм кейіпкерлерін қазақша сөйлетті. Дубляж сапасын да арттырды. Мерейтой иесімен біздің тілшіміз де жолығып қайтқан еді. Театр өткеннің үнін өшірмей, бүгінге аманат етіп жеткізетін рухани шежіре. Сол шежіренің бір ғасырлық жүгін арқалап келе жатқан киелі орда Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры. Қасиетті қара шаңырақ рухын өз өмірімен өрнектеген сахна саңлағының бірі Қазақстанның халық әртісі Нүкетай Мышбаева. Әкем театрдың анасына айналған актриса 90 жасқа толды. Нүкетай Мышбаева беу қыздарай, ана жер ана,
Қан мен тер спектакльдеріндегі рөлімен көрермен қауымға жақсы таныс. Өмірінің 70 жылын театр сахнасына арнаған өнер иесі жүздеген рөл сомдады. Әр кейіпкерінің тағдырын, өмірін көрерменге шынайы жеткізіп, режиссер мен пьеса авторының ойынан шыққан талантты актриса. Рөл деген біз ақша жағын, тағы да басқа анау марапат андай-мындайға қызықпаймыз. Мысалы, мен солаймын. Тек рөл берсе бітті. Оны ойнау керек рөлді. Ол жай әшейін сөзін айтып жүре салмайсың. Оны жетер жеріне жеткізу үшін басқа біреудің өмірін сахнаға шығарып отырсың ғой, жарығым ау. Сондықтан мен көп рөлдерді, қан мен тердегі рөлімді Ақбаланы өте жақсы көрем. Ана жер ананы әсіресе, ана жер ананы спектаклін өте жақсы көрем. Шыңғыс Айтматов келіп көріп ұлғы, ана жер ана болса көреді дағы. Біздің гриморныйға кіреді Сәлира Майқанова дейтін актриса. Ол толған айды ойнады, мен оның келіні Әлиманды. Құттықтап, қуанып, өзінің шыққан баласы ғой, бұлайша айтқанда. Ой, менің шығармамдан да керемет ойнадыңыздар. Сәбира апа Нүкетай қарындас деп, біздің көңілімізді көтеріп кетті. Ел айтып жатады, көрерменім айтып жатады, рахмет. Мен осы өнерге келгелі бақыттымын. Райымбек ауданы Нарынқол ауылында дүниеге келген Нүкетай апаның бала күнгі арманы әнші болу еді. Бойына сіңген сол дарыны мен еңбекқорлығын режиссерлер байқап, үнемі басты рөл ұсынған. Нүкетай Мышбаева кез келген рөлді жоғары дәрежеде сомдайтын актриса. Ол драма, комедия мен трагедияны да керемет сомдайды. Мен ол кісінің сол кезде әнші Майраны ойнағанын көрдім. Кәдімгі тарихта бар әнші Майра. Бұл кісі өте әнші адам ғой, өзі керемет. Содан кейін ол кісінің атақты Әзербайжан Мәмбетова қойған Ана жер ана деген спектакль болды ғой. Ол мынау академиялық театрдың үлкен бір алтын әріппен жазылған, тарихында қалған үлкен спектакль. Ол мемлекеттік сыйлық алған, сонда ойнаған актерлар. Сонда ол кісі жаңағы Толғанайдың баласы Қасымның жары Әлиманды ойнады. Әлиман өзі соғыс кезіндегі келіншек, басынан үлкен трагедия өтетін, сол рөлді жеріне жеткізіп, шыңына шығарып ойнаған рөл еді. Иә, соғыс зардабының куәсі болып, еңбекке ерте араласқан Нүкетай Мышбаева қазір тек өнерсүйер қауымға ғана емес, артынан ілесіп келе жатқан жас артистерге де үлгі өнеге. Оның сахнадағы әрбір образы көрермен есінде. Біздің жастарға, кейінгі буынға тек өнер емес, жалпы мына бүкіл өмірдегі жастарға бұл кісі үлгі деп айтсам болады. Ол ненде үлгі? Ол шынайылық, ол адалдық, ол қарапайымдылық. Мерхольд деген орыстың ұлы режиссері бар, сол айтады, қарапайымдылық деген ұлылық дейді. Сондықтан Нүкетай апамның 90 жасқа келсе де кеше сахнада көрдіңіздер, қандай керемет, қандай ән айтты, қандай бірге жүрді, халқымен бірге қуанды. Енді сол еңбегіне, сол өзінің болмысына сай, халқы да оны құрметтеп, қастерлеп, осы 90 жылдың қарсаңында президенттің жарлығымен 3-ші дәреже барыс орденін алды. Нүкетай апамның 90 жылдық қарсаңында халық сүйген Нүкетай деген бір жақсы жинақ шықты. Оның ішінде ең бастысы, менің сонда үлкен мақалам бар. Мен Нүкетай апаны сыншы ретінде ғана емес, адам ретінде өте жақсы көремін. Киелі сахна төрінде өнер көрсетіп, халық жүрегінен орын алған, келер ұрпаққа өшпес тарих қалдырған, әрбір сахна шеберлерінің спектакльде киген костюмдері, афишалары, фотосуреттері театр мұражайында мәңгі сақталады. Олардың арасында Нүкетай Мышбаеваның да жас кезінен бүгінге дейінгі өнері туралы естелік бар.
болыпты бүгін мінекей Мұхтар Әуезов атындағы біздің Қазақ ұлттық драма театрының абыз анасы, Қазақстанның халық әртісі Нүкетай Мышбаеваның 90 жылдығына орай келіп отырсыздар. Мұндағы жиналған осы кісі туралы, қор туралы айтатын болсақ та керемет дүниелер, өйткені өзінің ойнап кеткен, өзінің жасаған қаншама әйелдердің галереясы десек болады, барлығы да біздің осы театр музей қорында сақтаулы. Біз үлкен көрме ұйымдастырдық. Оның жаңағы сахна саңлағы деген көрмемізде келген көрермен бүкіл 100-ден аса образдар жасаған, 70 жылға жуық театрда еңбек еткен нағыз абыз ана. Өнер деген уақытқа бағынбайтын құбылыс. Театр сахнасы мен кино жас талғамайды. Соның дәлелі Нүкетай Мышбаева 90 жасқа келсе де жаңа рөл сомдауға дайын. Мадина Мұхамеджан, апта маңызды. Келесі сенбіде кездескенше күн жақсы болсын ағайын.